Ассаламу алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни бұл бауырсақты мен сұйық май мен тоң майды араластыра отырып пісіретін боламын. Тоң майға піскен бауырсақ өте дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттарымыз 10 жылы сүт, сұйық май, тоң май міндетті түрде және де қант, сметана, ашытқы, тұзымыз қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды салып, яғни қамырымыз жақсы көтерілу үшін бөлме температурасына бетін жауып қоятын боламыз. Келесі кезекте сұйық майымызды, қантымызды және де тұзымызды, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, одан кейін ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте қатты қылмаймыз, яғни өте жұмсақ илеуіміз қажет. Яғни қамырымыз бізде қолымызға жабыспау қажет, сондықтан ұнымызды біртіндеп салып илейтін боламыз. Қамырымызды осылай қолымызбен баса отырып илеп болғаннан кейін, яғни қамырымыз біздің қолымызға жабыспауы қажет. Сол кезде қамырымыз дайын деген сөз. Енді бетін жауып көтерілгенше күтетін боламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін ұнымызды сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен бауырсағымызды жаюға кірісетін боламыз. Бауырсағымызды, яғни біз өте жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта жаюымыз қажет болады. Бауырсақты өз қалауларыңыз бойынша кесулеріңізге болады. Мен осылай домалақ қылып кесіп алдым. Енді көтерілгенше бөлме температурасына қоятын боламыз. Сұйық май мен тоң майымызды құйып, майымызды қыздыруға кірісетін боламыз. Майымыздың температурасы орташа отта болу қажет. Майларыңыз қатты қызып кетсе, яғни тез қызарып, шикі болып қалуы мүмкін. Осылай екі жағын қызарта отырып, жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің тоң майға піскен бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге рецепт міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Қазір сіздерге ішінен бөліп көрсететін боламын. Міне бауырсағымызды осылай бөлетін болсақ, өте жұмсақ әрі тәбетті ашатындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.